Сәлем достар, сіздермен бірге Шынар Тілеуімбердина. Бүгінгі видеода жұмсақ жиһаз қаптағаннан қалған осындай маталардың ішіндегі осындай жолақтарын таңдап алып, бір әдемі туынды шығаратын боламыз. Ол үшін осындай 4 түсті матаны түс үйлесімділігіне қарай келістіріп қойып алып, бірін-біріне қосып шығатын боламыз. Жалпы құрақ түрлері әдемі шығу үшін тегістеп қиып алғандарыңыз жөн. Мінекей, тігіс барысында өздеріңізге де өте ыңғайлы болады. Сондықтан түп-түз оғып екі шетін қиып аламыз. Енді осы қойылған ретпен әдемілеп бірін-біріне жалғап шығатын боламыз. Және достар, менің жасап жатқан жұмысым ұнап жатса, лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басып, өз достарыңызбен бөлісуге ұмытпаңыздар. Қосып алған жолақтарымыздың тігістерін қақ жарып, бір үтіктеп аламыз. Әдемілеп қосып алған жолақтарымызды екі жақ басын тегістеп қиып аламыз да, осы 4 жолақтың енін өлшейміз. Менде мына жерде 22 сантиметр. Енді тік 4 бұрыш шығатындай етіп, осыны 22 сантиметрден бөліп алатын боламыз. Менде 3 тік 4 бұрыш шығады осы жерден. Мінекей. Дәл осындай ұзын жолақтарды қосып, тік 4 бұрыш шығатындай етіп, осылай 4 бұрышты кесіп алып, 6 түрлі құрақ құрайтын боламыз. Ол үшін диагоналымен осылай, осы 4 бұрыштарды диагоналынан осылай 4-ке тағы бөліп аламыз, 4 бөлікке. Мінекей. Тең ортасынан асықпай сызып алып, бірдей етіп осылай қиып аламыз. Қалған 2-4 бұрышты да қиямыз. Дәл осындай оңай жолмен осындай детальдарды дайындап алып, әртүрлі бағытта қойып, қазір жинайтын боламыз. Мынау бізде мінекей бірінші нұсқа. Дәл осы 3 бұрышты детальдеріміздің орнын ауыстыру арқылы осы видеода 6 нұсқа көрсететін боламын. Мінекей бірінші нұсқа. Мінекей бізде мынау екінші нұсқа. Сіздер де өз фантазияларыңызды қосып, дәл осы 3 бұрышты орындарын ауыстыру арқылы өзгертуге болады. Сонымен келесі нұсқа бізде мінекей мыналардың орнын ауыстыру арқылы мінекей әртүрлі бағытта қоюға болады. Мынау да өте күшті нұсқа. Келесі бізде 4-ші нұсқа. Мұқият қарасаңыздар, осы 4-ші нұсқада 3D эффектімен көрінетін сияқты болады, иә? Дәл осы 4-ші нұсқамен төсек жапқыш, көрпеше, жастық түрлерін құрап жалғастырып кете беруге болады. Келесі бізде 5-ші нұсқа. Достар, сіздер өз нұсқаларыңызды құрастырып, комментарийда жазып өтсеңіздер де болады. Мінекей, әзірше менің ойымда құрақ түрлері осылай. 5-ші және 6-ші нұсқаны көрсететін боламын қазір. Дәл осы 6-ші нұсқада көлденең жатқан детальдерді бір бөліп, тігінен жатқан сызығы бар детальдерді бір жолаққа жинайтын боламын. Және осы 6 нұсқадағы құрақтардың ішінен осы 6-ші нұсқаны қазір бірін-біріне қосып, жинап көрсететін боламын. Ең алдымен диагоналды сызықтарды бірін-біріне қосатын боламыз. Мінекей. Дәл осы көлденең тігістерді бір жағына қарай қазір басып үтіктеп шығатын боламыз. Осы көлденең тігісте қай жағына қарай ыңғайлы, сол жаққа қарай ығыстырып үтіктейтін боламыз. Мінекей барлығын үтіктеп болсақ, енді артық бұрыштарында шығып тұрған жерлерін қиып тастайтын боламыз.
Мінекей. Және жаңағы 6-шы нұсқамызды қайта жинап алып, енді осы төртбұрыштерді өзара қосып шығатын боламыз. Мінекей, сонымен біздің құрағымыздың негізгі деталі дайын болды. Осы жерде артық тұрған жіптердің барлығын қиып тастаймыз. Және үтікпен бір әдемілеп басып үтіктеп алатын боламыз. Арасындағы тігістер бір-біріне дәлме-дәл түсе қалса әдемі болатын болады. Мінекей, енді тігістерді ортасынан қақ жарып, бір әдемілеп үтіктеп аламыз. Және достар, менің жасап жатқан жұмысым ұнап жатса, өз достарыңызбен бөлісіп, комментарий қалдырып, лайк басып, тіркеліп, жоғалтпалмау үшін қоңыраушаны басуға ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көп рахмет. Келесі менің видеоларымда кездескенше.